Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бүгін осындай жаппасай дайындайтын боламыз. Қажетті заттардың мөлшерін описание бөлімінен жазып кетемін. Алда талай қызықты рецептер болады, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Алдымен қамырын дайындаймыз. Ол үшін ұнға тұз қосылған суымызбен бірге араластырып, қатты қамыр елейтін боламыз. Арасында жаймамызды басып тындырып қоямыз. Енді салмасына кірісеміз. Ол үшін бізге ет, сәбіз, пияз, картошка және капуста қажет. Барлығын кубиктап турайтын боламыз. Мөлшерін өте ұсақ қылмай, орташа кубиктап турайтын боламыз. Осы видеода көрсетілгендей. Мінекей біздің жаппасайдың салмасы дайын болды. Енді сұйқымай қосылып қызып тұрған табамызға ең бірінші пиязымыз салып 1-2 минут қуырып аламыз. Оның үстіне етті салып қуырып 5-10 минут пықтырамыз. Одан кейін үстіне сәбізіміз салып біраз араластырып 1-2 минут қуырылғаннан кейін үстіне орам жапырақты салып тағы да қуырамыз. Тағамға түрлі дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Мен бұл жерде томат, тұз, қара бұрыш татымына қарай сеуіп, үстіне суық су құйдым. Бұны 15-20 минут бойы қайнатамыз. Келесі біз жаймамызды жаюға кірісеміз. Көріп тұрғандарыңыздай жайма жақсы тынған. Үстіне ұн сеуіп отырып, жұқа жайма жаямыз. Жайманы тегіс әрі біркелкі жаюдың 2 лайфхак әдісі бар. Соны осы видеоның үстіне белгілеп кетемін. Сол жерден көре аласыздар. Біздің жаймамыз дайын болды. Қайнап жатқан подливімізге картошкамызды салып, бір қайнағанша күтеміз. Енді біз жаймамыздың үстіне сұйық майымызды құйып, барлық жеріне біркелкі қылып жағып шығамыз. Жағып шыққаннан кейін осындай 4 бұрышты бөлікке бөліп шығамыз. Мантыға бөлгендей бөлікте бөлсеңіздер болады. Мінекей барлығын кесіп болғаннан кейін үсті-үстіне осылай жинаймыз. Әр біреуінде 6-7 жаймадан болуы керек. Сол кезде арасы шикі болмай пісіп шығатын болады. Мінекей бізде осындай 6 бөлік шықты. Енді осы жайманы біз подливіміздің үстіне шетінен бастап салып шығамыз. Астындағы отын баяулатамыз, 25-30 минуттың ішінде пісіп шығады. Піскендігін осылай жайманың арасын ашып тексеріп көресіздер. Мінекей біздің тағамыз дайын. Осылай жайманы жайғастырып, үстіне подлив құйып ұсынсаңыздар болады. Сіздермен бірге болған Альмира. Ас болсын!